Міне бүгін өздеріңізбен бөлісетін амал Қадір түні күні жасайтын дұғаларымыз. Не үшін бұл Қадір түнінде жасалатын дұға деп ерекшелеп айтып отырмыз? Себебі біздер Қадір түні күні, яғни Қадір түні деп үміттенген әрбір тақ түні соңғы Рамазанның 10 күніндегі өзіміздің дұғаларымызды жасаймыз, қажеттіліктерімізді сұраймыз. Мүмкін ол біреуімізге жарты сағат қана жетуі мүмкін. Не болмаса дұғаларымыз бір-ақ сағатқа созылуы мүмкін. Ал түннің қалған бөліктерінде не нәрсемен шұғылданамын деп біз көп жағдайда бұл маңызды түнді маңызсыз істермен шұғылданумен өткізіп жібереміз. Мәселен, тек түнде ұйықтамай отыру керек екен деп ойлап, дұғаларымыз аяқталғаннан кейін біреуіміз телефон шұқылап кетуіміз мүмкін, біреуіміз сериал көріп кетуіміз мүмкін, біреуіміз футбол көріп кетуіміз мүмкін, немесе біреуіміз отырып алып тек қана әңгімеге кіріп, сол әңгімеміздің соңы біреуді ғайбатпен, өсекпен аяқталып, түнде сауапқа емес, түн біздің дүниеміз бен ақиретіміздің зиянына жұмыс істеп кетуі мүмкін, Алла сақтасын. Сол үшін де пайғамбарымыздың үйретіп кеткен осындай қасиетті түндерде және жалпы өмірімізде осы дұғаларды жиі пайдалануымызға үйреткен дұғалары бар. Солардың жиынтығына тоқталайық. Ең бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мына дұғасы риуаят етіледі. Абу Дардадан жеткен риуаятта пайғамбарымыз айтады: сендерді амалдардың ең хайырлысына және бас иелеріңнің жанында, яғни Алла тағаланың жанында разылыққа бөлейтін, сондай-ақ дәрежелеріңді көтеретін амалға бағыттайын ба, деді пайғамбарымыз. Ол амалдар сендер үшін алтын мен күмісті садақа еткеннен де хайырлы, дейді пайғамбарымыз. Сонда сахабалар: я әрине, я Аллахтың елшісі, тыңдауға дайынбыз, деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтады: Алланы еске алуларың дейді. Яғни одан артық амал таппаймыз, бізді қиямет күні және дүниеде де Алланың азабынан құтқаратын. Сондықтан Алла тағаланы көп еске алуға тырысайық, басқа нәрселермен шұғылданбау мақсатында міне келесі дұғаларды береміз иншалла. Енді сол дұғаға кірместен алдын мына хадисті де жігерлендіру мақсатында бүгінгі қоғамның ішіндегі тілмен айтатын болсақ, бізге мотивация беретін мына сөзін пайғамбарымыздың айтайық. Пайғамбарымыз Абу Хурайрадан жеткен хадисте былай дейді: Аллах тағала былай деп айтты, дейді. Расымен де үстем ұлы Алла тағала былай деді: мен құлыммен біргемін, ол мені еске алып, еріндері қозғалып жатқан кезде. Я Алла, қараңыздар, біздер субханалла, субханалла, Аллаху акбар, ла илаха иллалла, вальхамдулилля деп тәсбих сөздерін айтып отқан кезімізде еріндеріміз қозғалып тұр ғой. Сонда Аллах айтады: мені еске алып отырып, еріндері қозғалған кезде мен онымен біргемін, дейді. Яғни Алла тағала өзін еске алушының еріндерінің қимылына дейін, яғни біз бен сіздің дұғада, Құран оқып отқан кезде, тәсбих айтып жатқан кездеріміздегі еріндеріміздің қимылына дейін көретіндігін Аллах тағала өзі хадисінде, Аллахтың елшісі арқылы жеткізген хадисте Аллах тағала бізге сүйіншілеп жатыр. Аллаху акбар. Онда біз көбірек Алла тағаланы еске алуға кірісуіміз керек қой. Міне енді өздеріңізбен сол түні бойы қандай дұғада боламыз, жалпы өмір бойы қандай дұғаларды жиі айтуымыз керек, сол дұғаларға тоқталайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы да былай дейді: егер құл былай десе: ла илаха иллаллаху аллаху акбар, ла илаха иллаллаху валлаху акбар, яғни Алладан басқа тәңір жоқ және Алла ұлы десек, Алла ұлық десек, Алла тағала жауап береді екен сол адамға: құлым рас айтты, менен басқа тәңір жоқ, әрі мен ұлымын, мен ұлықпын деп айтады екен. Аллаху акбар. Қараңыз, біз бен сіз тек жаңа сөзді бір рет айтқан кезімізде бізге Алла тағала жауап береді. Ал егер де құл, яғни адам, ла илаха иллаллаху вахтаху десе, Алладан, жалғыз Алладан басқа тәңір жоқ деп айтатын болса, Алла тағала ол адамға да жауап беріп: құлым рас айтты, жалғыз менен басқа тәңір жоқ. Егер адам тағы да ла илаха иллаллаху ла шарика лаху, Алладан басқа тәңір жоқ, оның ешқандай да серігі жоқ, ортағы жоқ дейтін болса, Алла тағала оған да жауап беріп айтады екен: құлым рас айтты, менен басқа тәңір жоқ, менің ешқандай серігім жоқ. Ал енді адам тағы да ла илаха иллаллаху лахул мульку ва лакул хамду, Алладан басқа тәңір жоқ, күллі мүлік Алланыкі, күллі мадақ оныкі, яғни патшалық, билік, мүлік деген нәрсе, күллі патшалық та билік те оныкі,
мақтау мен мадақ та оныкі деп айтатын болсақ, Аллах Тағала бізге жауап береді екен: құлым рас айтты, менен басқа тәңір жоқ, патшалық та билік те менікі, барлық мақтау мен мадақ та маған тән деп айтады екен Аллах Тағала. Аллаху акбар. Ал егер де біз былай десек: ла илаха иллаллаху ва ла хаула ва ла қуввата илля билля, Алладан басқа тәңір жоқ, Алладан басқада күш те қуат та жоқ дейтін болсақ, Алла Тағала: құлым рас айтты, менен басқа тәңір жоқ, күш те қуат та тек қана менікі дейді екен. Міне пайғамбарымыз осы хадистің соңында былай дейді: егер де кімнің соңғы дүниеден өтер сәтінде осы сөздерді айту Алла тараптан нәсіп етілсе, оған тозақтың жалыны да тимейді дейді. Аллаху акбар. Тағдыр жәннатқа шешіледі деген сөз. Сондықтан біз бұны өміріміздің соңында айта алуымыз үшін тірі кезімізде, осы амандықта жүрген кезімізде көп айтайық. Қайталаймыз: ла илаха иллаллаху валлаху акбар, ла илаха иллаллаху вахдаху, ла илаха иллаллаху ла шарика лаху, ла илаха иллаллаху лахул мульку ва лахул хамду, ла илаха иллаллаху ва ла хаула ва ла қуввата илля билля. Міне құрметті бауырлар, осы дұғаны қайталап жазып алып өзіміз оқып жүрейік. Енді келесі дұға жоғарыдағы дұғаға бұл да ұқсас. Кім күніге 100 мәрте ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шейин қадир деп айтса, онда оған 10 құлды азат еткенге тең сауап алады, сол сауап жазылады, және 100 жақсы амал жазылады. Яғни біз оны істеген жоқпыз, тек осы сөзді 100 рет айтқанымыз үшін 100 жақсы салихалы амал жасады деп жазып қояды, және 100 күнәсі кешіріледі дейді. 100 күнәміз кешіріледі жаңағы сөзді 100 рет айтқанымыз үшін. Және кеш батқанға дейін шайтаннан қорған болады. Ал қиямет күні одан асқан амалды ешкім алып келе алмайды, егер тек қана қандай да бір адам сол адам секілді күніге осы сөзді 100 реттен айтып жүрген болмаса, немесе одан артық 110, 120, 200-ге дейін көбейтіп алып келмесе, басқа ешкім бұл адамнан озып сауап алып келе алмайды екен. Аллаху акбар. Сондықтан осы сөзді де қадір түнінде күтіп отырған кезімізде өте көп айтуға тырысайық. Және бірде Алла елшісіне саллаллаху алейхи вассаламға бір қартайған әжей кісі келеді. Бұл хадис ортамызда жасы үлкен кісілер болса, сол кісілерге жаңағы жасауға жеңілдік ретінде шариғат тарапынан қарастырылған жасы үлкейген сондай бір қарт әжей келді. Сосын айтты: я Расулалла, маған бір жақсы амал үйретіңізші. Расымен де мен жасы үлкен, өте кәрімін, және әл қуатым да жоқ. Яғни қайта намаз оқуға немесе тағы да басқа амалдар жасауға менде күш пен қуат жоқ қазір бойымда. Сондай-ақ денем де салмақ тартқан. Адамның жасы үлкейген сайын салмақ тарта бастайды денесі. Сол нәрсені айтты, яғни орнынан жеңіл қозғала алмаймын. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Аллаху акбар деп 100 рет айтыңыз, Альхамдулиллахи деп 100 рет айтыңыз, Субханаллахи деп 100 рет айтыңыз дейді. Осылай әрқайсысын Аллаху акбар, Вальхамдулилля, жаңағы Субханалла деп айтуыңыз, солай 100 рет айтуыңыз сіз үшін хайырлы болады. Алланың жолында ерттеліп жүгендеу етейік. Әсіресе жасы үлкен кісілер осы амалға жармасатын болсақ, онда пайғамбарымыздың айтқан сүйінші амалы және сүйінші сауаптары бізге кепілдік берген пайғамбарымыз. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің сахабаларына былай дейді: Субханаллахи ва бихамдихи деп 100 рет айтыңдар. Кім оны бір мәрте айтар болса, ол адамға 10 жақсылық жазылады. Ал кім оны 10 мәрте айтар болса, ол адамға 100 жақсылық жазылады. Кім оны 100 мәрте айтса, ол адамға 1000 жақсылық жазылады. Ал кім одан арттырар болса, Алла да оған арттыруын тоқтатпайды. Және сол сөздерінен кейін Алладан күнәсі үшін кешірім сұраса, Алла оны нақты кешіреді дейді. Я Алла, қараңыздаршы бауырлар, мен өздеріңізге дәріс дайындап отырып, қазір бір мәрте айттым, 10 жақсылық алдым. Субханалла, бұдан артқан Алланың кеңшілігі бар ма? Альхамдулилля. Және кім осыны 100 рет айтқаннан кейін күнәсі үшін кешірім тілейтін болса, Алла Тағала ол адамды нақты кешіреді дейді. Нақты, пайғамбарымыз кепілдік беріп жатыр, нақты кешіреді. Я Алла, онда Субханаллахи ва бихамдихи сөзін 100 рет айтайық. Келесі хабарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: екі сөз бар, тілге өте жеңіл, қиямет күні таразыда зілдей болады. Таразымызда зілдей болады. Және ұлы Рахман Аллаға ең сүйікті екі сөз дейді: Субханаллахи ва бихамдихи, Субханаллахил азим. Осы сөзді де өте көп айтайық.
100 ба, 200 ба, 300 ба, біз түнде Алла тағаланы еске алып отырған кезімізде, қадір түнін күтіп отырған кезімізде, онда осы субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим сөзін өте көп мәрте айтайық. Бұл біздің таразымызға міндетті түрде Құдай қаласа қияметте келеді, және бүкіл амалдарымызға қарағанда зілдей болатын амал осы өзіміздің аузымыздан шыққан жеңіл ғана сөз екен. Және осы сөзді айтып отқан кезде білейік, Алла тағалаға біз ең сүйікті сөзді айтып жатырмыз. Және күнәміз өте көп күнә жасап қойдым деген адам болатын болса, пайғамбарымыз айтады, кім тағы да жаңа жоғарыда айтылған сөзді айтады, субханаллахи ва бихамдихиді 100 мәрте айтатын болса, оның күнәлары кешіріледі, тіпті оның күнәлары теңіздің әр толқынымен келетін көбіктей көп болса да дейді. Ана толқындарды ойлай беріңіз, теңіздің жағалауында тасқа соғылып тұрған бірінен соң бір тоқтамайды толқындар. Сол толқын келген сайын көбік келе береді, ол көбік таусылмайды. Күнәлар сондай деңгейде болса да, субханаллахи ва бихамдихи деп 100 мәрте айтатын болса, Алла тағала сол адамның күнәсін жаңағындай толқыннан бірге келген көбіктей болса да кешіреді дейді. Алла, міне бұндай сауапты біз тек қадір түнде емес, өміріміздің соңына дейін әрбір күні жалғастырсақ керемет болады. Және пайғамбарымыз айтады, кім таңда тұрған кезде және кешті батырған кезінде субханаллахи ва бихамдихи деп 100 мәрте айтса, қиямет күні одан асқан амалды ешкім әкеле алмайды. Тек қана дәл солай айтып жүрген адам болмаса дейді, онымен бірге келетіндей. Немесе одан артық айтып жүрген адам болса, тек қана сол ғана артық сауапты алып келе алады екен, иншалла. Және сонымен қатар Фатиха сүресін білмейтін мұсылман жоқ қой. Сондықтан Фатиха сүресін оқып, одан кейін дұға сұрасақ, пайғамбарымыз сүйіншілейді. Кім Фатиха сүресін және де Бақара сүресінің соңғы 2 аяты, ол бізде әмән расул деп айтылады. Солай басталады өзі. Сол 2 сүрені оқыса, бір әрпін оқып Алладан қажетін сұрар болса, Алла тағала оның міндетті түрде қажетін береді дейді. Аллаху акбар. Онда осы Фатиханы да оқып, әмән расулды да оқып, Алладан қажетімізді, дұғамызды сұрайық. Міне құрметті мұсылман бауырлар, өздеріңізбен бүгінгі бөлісетін дұғаларымның бірінші бөлігі осы. Алла қаласа келесі дәрісте келесі дұғаларды бөлісетін боламын. Алла тағала баршамыздың дұғаларымызды қабыл етсін. Алланы еске алып отырған әрбір сәттеріміз үшін күнәларымызды кешіріп, Алланың жанындағы дәрежелеріміздің өсуін, абыройларымыздың көтерілуін нәсіп етсін. Және де дүниеде де, ахиретте де бақытты болған, тағдырлары жәннатқа қарай шешілген Алланың ең жақын сүйікті құлдарынан болуымызды баршамыздың тағдырымызға сыйласын Аллах тағала.